Йо-йо! Бәріңе сәлем достар, сендер мәдетек деймін Ерда, және де менің жаңа каналым Влог Ерда деген каналға қош келдіңдер. Бұл видеода не болатын білесіздер, мен основной каналым 100 000 подписчикке толған болатын. Соған орай маған күміс кнопка береді, барлық ютуберге береді. Енді сол кнопка маған келе жатыр. Қазір прям бір 2 секунд, өтірік айтам, 2 секунд емес, бір сағат немесе бір сағаттан көп емес екен. Бір сағаттың аралығында кеп қалу керек қазір кнопка. Ал сіздер болсаңыздар міндетті түрде астына қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде бас кейік и плюс лайк бас кейік. Маған үлкен мотивация береді, және сіздерге көптеп видео түсіруге кәдімгідей мотивация бар ғой. Все, кнопка келгенде кездесеміз, кеттік. Так, стоп. Давай мен біраз немене қылайын, видеоны созу керек қой енді. Мен міне жақтан міне мына блендерді алып, мына сүзбе. И осы блендермен қазір бір нәрсе жасап көрейін деп жатырмын. Білмеймін не жасайтын, но қызық болсын, просто бір нәрсе жасап көрейін қазір. Кстати, еще мен новый штатив алдым міне. Прям четкий штатив. Сіздер үшін де өте керемет қызықты видеолар шығаратын болам. Yes, мотиватейшн ғой, Лайк басу керек бол үшін міндетті түрде. Лайктан бұрын қызыл кнопка подписацияны басу керек. Ал біз осы каналда енді 1000 подписчикке апарып тастайық. Для начала нормальный 1000 подписчик. Кеттік. Міне мына штативті алып шықтым. Міне қараңдар, мынаны специально өзінің сумкасы бар екен. Базар жоқ. И мынаны былай бөлек қойып берген. И мынау, как обычно, әп-әдемі былай қойып түсіретін штатив. Мынау ашқан жоқпын, қазір ашам. Міне мынау менің бұрынғы штатив. Бұл қолға алып жүргенге ыңғайлы да. Мынау новый. Мынау да ыңғайлы негізі. Пайди күшті тема. Қазір кнопка келгенше мына штативті қалай жұмыс істейтінін мынау өләләуін көрсетіп жіберейін. Опа, бісміллә. Міне, мына жер бит жабылып тұрады. Осын былай ашсаң, уже былай аяқтары созыла береді. Битсем құлайды. Ол үшін битесің. Созасында бәрін жауып шығу керек қайтан. Все, болды, міне. Керемет штатив. И басқа не айтуға болады бұда? Так, бұяқта еще мынандай, типа бұратын да ары бері, былай. Потом барып, мына жерде мынандай босататын бар, көтеретін, то есть. Мынандай машинаның баллонын шешетін кезде көтеруші еді ғой. Не көрінер? О, ой. Так, нормально екен. Крема? Қайтан. Крышки. Кіреткен, все, болды, нормально. Все, осындай штатив, керемет. Күтеді. Еще мынандай бар. Мынау сотканы қыстырып қоятын нәрсе да. Еще бұл маған бір ұнағаны, мынаны, типа, бас жағына, типа, былай қыстыра аласың. И плюс, құйрығында мынандай бар, былай да қоя аласың. Базар жоқ, маған осы ұнады. Четко. Мен өз-өзіме ризамын. Сіздер де маған ризасыздар деп ойлаймын. Риза болсаңыздар, комментке ризамыз деп жазып кетіңдер. Ал енді все. Кнопка келгенін күтеміз. Кнопка келеді, потом бір тема болады. Кеттік. Стоп, кнопкада вообще есімнен шығып кетті, что мына блендермен мынаны жасайтын не болды деп ойлап жатқан шығарсыңдар кейбіреулерің. Қазір көреміз қазір не болатын. Так, и мынаны четко. Кешірім өтінемін сіздерден. Мен аша сап біраз ішіп тастадым. Біраз дегенде почти бәрін ішіп тастадым. Мынандай болды. И бұны керемет. Мощный дәмі. Ал енді кнопка келгенін күтетін боламыз. Аяқ бүйтіп жатыр деген деп сұрамай аяқ біліп тұрған шығарсыздар не болған. Кнопка келді, Мен бұны вообще канал енді басы 1000-2000 подписчик болғанда армандағым. Мен қашан 5000, қашан 10 000, қашан 50 000 бол, қашан 100 000 бол кнопка алып атам деп. Шүкір, басты кнопка алдым. Және ең бастысы өзіме түйгенім вообще берілмеу керек екен. Прям всегда до конца цельге дейін бару керек. И мен мынаумен тоқта қалмаймын. Бұйырса 1 000 000 подписчик, потом барып хрустальный,
Қазақстанда ең алғаш хрустальный алған ютубер боламын бұйырса. Иншаллах, конечно. Ол үшін не істеу керек? Сіздер қолдау көрсетулеріңіз керек. Бәрі сіздерге байланысты. Бәріміз бірге қол жеткізейік енді. Кеттік ал. Бля деп бастайық ал. Так. Бүгін мынаны алмайын бірінші. Мынадан бастайын. Мен кесетін еш нәрсе алмаппын бар ғой. Ё-майы. Тіспен кестім мен. Аштым. Блин, төрт жағында ашу керек екен ғой. Ой, блин. Бәр жағын ашу керек екен ғой. Керемет, шешуші сәт деп мұ? Шешуші сәт, е. Так, есәлем. Так, не дейді? 100 подписчигіңмен құттықтаймын дейді. Сен кнопкаңды алған шығарсың дейді. Очень молодец, осы қалпыңнан тайма, алдыға қарай жүре бер. Джусан Почич дейді, короче, я, мынандай мадақтама қағаз, короче. Жап-жаңа прям бәрі. Маларандар. Түсім емес, прикиньте. Ё-майо. Блин, наңғара. Бой. Опана. Мынау не? Так, мына жерде, короче, мынандай бір қағаз. Біз мынаны алдық, потом барып миллионға жеткенде мынаны аламыз, потом 10 миллион болғанда мынаны аламыз. Бұйырса осы 10 миллионға жетеміз бәріміз бірге. Бәріміздің жетістігіміз болады. Так что енді, опана. Наңғырыш жап-жаңа. Мынаяққа қараңдар, маймылды көресіңдер. Ой, кешіріңдер. Базар жоқ. Шашым өсіп кетті ғой, тоқта, мен кнопка алдым. Есі прям тема. Мынау мен просто әдемілеп отырып суретке түсу керек қой. Бүйтіп па. Деп бір. Менің бастапқы жетістігім, және де бұл мен тоқтап қалмайды. Алдағы уақытта бұдан да көп жетістіктерге жетем деген ойдамын, иншаллах, әрине. Бұйырса енді осы влог каналда көптеген қызықты влогтар шығарып отыратын боламын. Қай жерге барғанда оларды түсіремін. Қызық болады, отвечаю. Ал енді сіздермен қоштаспаймын. Енді келесі видеода кездескенше барлықтарыңызға давайте.